Шымкент білім басқармасына қарасты Жүсіпбек Аймауытов атындағы номер 64-ші мектеп гимназиясының қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі, филология ғылымдарының магистрі, педагог-тренер Салыбекова Бибігүл Есімханқызымын. Аталмыш мектепте жұмыс жасап жатқаныма биыл 20 жылдан асты. Киелі білім ордасында үздіксіз іс тәжірибені тарату, яғни оны бүгінгі таңда оқу мен оқыту үдерісінде пайдалану осы біздің мектебіміздің басты ұстанымы. Бүгінгі таңда оқыту мен оқу білім беру жүйесінде мұғалімге берілетін талап та міндет те өте жоғары. Сондықтан да осы міндетті үдерісіне шығу үшін өзіндік оқыту жүйесімізде үлкен бір жаңашылдық пен ғылыми әдістемелік педагогикалық қызметте өте басымдықты жоғары қойып отқан жайымыз бар. Бүгінгі таңда әрбір мұғалім өзінің пәні бойынша оқыту үдерісіндегі жаңашылдықтарды, оқыту үдерісіндегі барлық мәселелерін зерттеу жұмысына арқау ету, мұғалімнің кәсіби біліктілігін шыңдау үшін жұмыс жасайды. Сондықтан да мен өзіндік үздік тәжірибемді тарату мақсатында мынадай оқу әдістемелік нұсқаулығымды шығардым. Менің алғашқы нұсқаулығым қазақ тілді емес мектептерде мәтінмен жұмыс жасау алгоритмі. Бұл әдістемелік құралдың негізгі мақсаты баланың үлкен мәтіндерді тиімді әрі жеңіл меңгеруіне, мазмұнын түсінуге, түсініп қана қоймай, ауызекі сөйлеу тілін күнделікті қалыптастыруға жұмыс жасаудың тиімді жолдарын ұсынады. Ал екінші нұсқаулығым, бұл әдістемелік құралында негізгі мақсат бала мен мұғалімнің арасында жұмыс жүргізудің, яғни жеңіл түсінісудің, тілді меңгертудің басымдылықтары көрсетілген. Ең маңызды өзекті болып отырған қазақ тілі мен әдебиеті пәнінен 8-ші сыныптарға арналған тест тапсырмалары құралған тест жинағы әзірлеп шықтым. Бұл тест жинақтарының ішінде таза қазақ сыныбындағы оқушылардың тестпен тақырып бойынша, 90 бойынша, яғни бөлім бойынша жұмыс жасау тәсілдері, тест үлгілері берілген. Тақырыпты терең меңгертуге және баланың қай тақырып аясында тақырыпты толыққанды меңгермейтіндігін анықтау мақсатында сатылай кешенді түрде жұмыс жасаудың формалары негізделген. Әдістемелік құралым патенттелді. Бұл қала көлемінде, республика көлемінде таратылды. Бұл менің онлайн педагог имиджін қалыптастыру тақырыбындағы мұғалімнің жұмыс деңгейін жан-жақты саралайтын, көрсететін бұл ғылыми жобам. Бұл аудандық, қалалық, республикалық деңгейдегі семинарларда, пресс-конференцияда, ғылыми-практикалық конференцияларда баяндама ретінде өзінің практикалық басымдылығын көрсете отырып, мұғалімдерге жұмыс жасаудың жолдарын көрсетті. Яғни бұл менің ғылыми жобам патенттеліп, мұғалімдерге қайта тәжірибе барысында жұмыс жасауға берілді. Ең маңызды өзімнің зерттеу жұмысында бұл Қазақстан Республикасының оқу ағарту министрлігі Ыбырай Алтынсарин атындағы ұлттық білім академиясы жанынан құрылған жұмыс жасадым. Бұл әдістемелік ұсынымдамада жалпы қазақ тіліндегі 5-ші сынып пен 9-ші сыныпқа аралығындағы оқушылардың теориялық ережелерін, яғни ол практика барысында оны қалай жүзеге асыру керек, сынып бойынша ол мәтінді қалай жүргізіп, мұғалімдер қалай балаға түсіндіру жұмыстарын жақсарту ұсыну мәселесі теориялық мен практикалық жұмыстардың үлгілері ретінде осы әдістемелік құрал ұсынылады. Бүгінгі таңда ең өзекті болып отырған мәселе сабақты зерттеуін жандандыру болып, яғни осы бағытта мұғалімдердің кәсіби біліктілігін арттыру мақсатында бүгінгі таңда елеулі танымдық, үлгілік жоба ретінде әрбір жұмысымызды, негіздеуімізді басты талап етіп отыр. Бұл құралдың негізгі мақсаты іс-әрекеттегі зерттеумен және сабақты зерттеудің негізгі айырмашылықтары мен ұқсастықтарын педагогтерге түсіндіре отырып, жалпы жұмыс жасау жолдарын көрсетеді.